Қайырлы күн қымбатты Тыңда FM арнасының тыңдармандары. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі мазмұн Қамшыгер Шаяхмет. Тарихи шығарма. Авторы Тілеужан Оқабұлы. Тыңдай отырыңыздар. Қамшыгер Шаяхмет. Тарихи очерк. Авторы Тілеужан Оқабұлы. Қамшыгерлік қазақта ежелден бар. Ат жалында ойнаған Сақарадағы қазақ халқының дәстүрлі, сүйекке біткен сүбелі өнері. Әсіресе батырлыққа батылдықпен сермейтін, тап бермеде қайырлуға ырық бермейтін ерекше ерлік өнер. Қамшыгерлер осы бір елеусіз қарумен қалшылдап жараған қара бураны шөктіріп, қап белімде тап берген қан құйлы жауын қанға бөктіріп, атын қосарға алып, желіп жортып кете беретін болған. Тек от қару ортаға шыққаннан кейін ғана оның оңтайлы орын жазатайым жан алқымда сермейтін жан құрал басып. Бұл ата дәстүр қамшыгерлікті жалғасушылардың қажеті қалмады. Дей тұрғанмен, бұл күндері арадағы атышулы аңызға айналған қамшыгерліктің атадан балаға жетіп, жаңаланып жаңғырып, жалғасып келе жатқанын теріске шығара алмаймыз. Себебі ат мініп қамшы үйірген қарулы азаматтарымыз ел ішінде қаншама. Сол сөзіміздің айғағы ретінде кеше ғана өмірден өткен қарапайым жандардың бірі өз ортасында қамшыгер атанып кеткен Шаяхмет Әбілханұлының ел аузында қалған өзіміз құлақпен естіп білген қамшыгерлігінен азырақ айтқымыз келді. Шаяхмет Әбілханұлы сұңғақ бойлы, қызыл шырайлы, қияқ мұртты, ұрт тілді, орақ ауыз, ойына келген беті жүзің демейтін, айта салатын өр мінезді жан болған. Өз өмірінде тақымынан бір жақсат кетпеген, жас кезінде бәйге баптап, ит жүгіртіп, аң аулап, қасқыр соғып, түлкі қағып, сол тұстағы саналы Сақара мәдениетінің мағыналы мәйегі делінетін саятшылыққа қатты бойырған. Кезінде керегетас пен сарымсақтыны тиған астында атақты қарагер Сарбауыр аты болған. Ат адамның қанаты деген емес пе, сол қарагер аттың арқасында көкпар тартып, қыз қуып, күнестің бас аяғына құстай ұшып, ел аралап, жұрттанып, ат жалында ойнаған. Қазақтың дәстүрлі салты бойынша төс соғыстырып серттескен өзімен үзеңгілес Әлімқұл деген досы болған екен. Әлекең қатты қарулы адам болса керек. Лақтың сирағы қолына тисе санын суырып алмай жібермейтін көрінеді. Екеуі тізе қосып елге лақ бермейтін болған. Әлімқұл көкпарды суырып алып, қарагер аттың алдына салғанда ел атының басын тартып, лақтан көдерін үзіп қала беретін екен. Жұртқа аян, ол тұста қазақ Сақарасында көкпар тартып, қыз қуып, балуан салудан артық көңілашар не бар? Ердің қыры мен сыны, жігіттің түрі мен гүлі сол арқылы сараланып, дараланған ғой. Шаяхмет пен Әлімқұлдар бастаған ауылдың атқа қонған азаматтары сол өңірдегі көкпарды алып, ұрып ауылына жеткізіп, көздеген күмбесіне тастап, тойды тойға жалғап, ауылының даңқын асырып, абыройын көтерген. Жас кезінде адам неге құмартып, неге бойырмайды дейсіз? Кейде кісілік өмірдегі келеңсіз істерде соған мәжбүрлейтін де шығар. Адамның жігерін жанып, қайратын танытатын кездерде, кездейсоқ кілтен кездерде жарыққа шығып жатады. Батырлық ерлік, жігіттің серілік Шаяхметті де толқытып өзіне тартса керек. Соның әсерінен қамшыгерлікке бойырады. Адам бір ниетке келсе алынбайтын қамал бар ма? Ол әр өнерге үңіле жүріп, ақырық қамшыгерлікті таңдайды да сырына қанып қажетіне жаратады. Бір жолы, сонау 1940 жылдарда болса керек, ауылдағы ақсақалдар бас қосып әңгіме дүкенін құрып отыра, қайдан пайда болғанын кім білсін, бір көкжал қасқыр түнде қайта-қайта қорға шауып тыныштық бермейді дегендерді айтады. Азаматтарды да сол қасқырдың көзін жоюға жұмылдырады. Ақсақалдардың ұйғаруы бойынша сен тұр мен атайын деп оқталып тұрған от жүрек ұландар сойыл шоқпарларын алып, таң сәріде дереу атқа қонады. Қасқыр жасырынады-ау деген қалтарысты қағып сілкей келе, түске жуық сарымсақтының бауырындағы бір жылым жырынан жырынды көкжалдың ақырын сүзіп шығады. Олар қасқырды жазықтағы қалың қамысқа жібермей өрдете қуады. Азуын айға білеген жырынды қасқырға тазы иттер батпайды. Енді міне жүйрік аттың қызығын көруге тура келеді. Шаяхмет қарагер атпен андағайлап, қара үзіп алдыға шығады. Соңындағы серіктері байқа, қасқыр өзіңе қайта шауып арандайды деп айғай салады. Әптен қызынып алған адам оны елесін бе?
Аттың басын ірікпей қоя береді. Жануар қарагер ат қара жердің апшысын қурып, аузынан ақ көбігі будақтап қасқырды. Жауырдың жазығын өрлегенде қуып жетеді. Қашып құтылмасын білген жыртқыш азуын арандай ашып, қап елімде ойламаған жерден азуын арандай ашып, қайта қайырылып тап береді. Шәкең сойылға үлгірмей аттың басына қарай атылған қасқырды қас қаққандай тездікпен қақ төбеден тартып қалады. Қасқыр арс еткен дауыспен бірге күрс етіп аттың аяғына құлап түседі. Қарагер ат жалт беріп беткейге ойнап шыға береді. Арт жағындағы серіктері бірінен соң бірі келіп аттарынан қарғып түсіп қасқырға ие болып терісін сыпырып алып қуана-қуана ауылға қайтады. Досы Әлімқұл жер жылжыса жылжымайтын, сық жілігі жоқ байыпты адам еді. Ел кетіп абыр-сабыр басылғанда жастыққа жантайып жатып Шаяқыметтің бетіне қарап: Шәке, сенің қамшыңның құдіретін бүгін білдім. Мына пәлеңде елге байқап жұмсамасаң, мынауың өте қатерлі екен. Қасқырдың төбесін оқ тигенде ойып түсіпті. Мұны басқалар байқаған жоқ. Мен көріп шошып қалдым. Өткенде жерге таласқан үш бірдей азаматты қамшымен бір-бір тартып, жан-жаққа ұштырғаның анау. Ендігі жерде байқа, аса тимесе баса тиіп, біреуді жанынан жұда қылсаң, пәлеге қаласың ғой, деп мұртынан жымияды. Сонда Шәкең: Әй әлекай, ешкім байқамады ғой десем, сен біліп қойған екенсің ғой. Жырынды жыртқыш шоқпарға үлгіртпеді, тек тайсап кетудің қамымен ғана қамшы сермеп қалғам. Оған түсіп қалады деп ойлаған емеспін. Мынаны аузыңнан шығара көрме. Енді жан баласына қамшы жұмсамауға бекідім, деп оңашада сырласа отырып, өзінің ішкі сырын байламын айтқан екен. Әлімқұлдың ескертіп отырған үш жігіттің әңгімесін Күнес ауданының Қарабура ауылында тұратын Қасен Сайбалатып деген ақсақал былай баяндайды. Бір жолы көршілес отыратын бір ауылдың білек күшіне сенген жігіттері малдың өріс қонысын қорып, Шәкеңе ептеп тізесін батырып, өрістен қуып шықпақ болып өзара сөз байласып, бірігіп атқа қонып, қоқыраңдап келіп күш көрсетеді. Шәкең тіксінбестен тік келіп сөздерін өрге бастырмайды. Көптігіне сіңген жігіттер әй-шайға қарамай қамшы сілтей бергенде қол көтерген олай емес. Былай деп қызыл қамшымен үшеуін аттан домалатып жіберген екен. Аттан ауып түскен атпал азаматтар қайтерлерін білмей орындарынан сүйрете тұрып, алды-артына тайып береді. Сонан жабулы қазан жабулы күйінде ың-дыңсыз қала береді. Ел азаттығына байланысты жерде жер реформасы етек алып, жекелік малды коллективке өткізіп беріп, өздері қарастылығына коммуна мал фирмаларына мүше болады. Шаяқыметте ел қатарында қолдарындағы барды жоқты малын коммунаға табыстап, Күнес аудандық азық-түлік серіктігінің мемлекет иелігіндегі мал фирмасына келіп бір жолата орнығады. Шәкеңнің сүйген жары Умина Әли қызы аса сұңғыла, дастарқаны кең, текті елдің қызы еді. Сол анамыздың кең пейіл қоян жон дастарқанның құтыма, үйінің белдеуінен ат, төрінен қонақ үзілмейтін. Содан болар ел аузында Шаяқыметтің шаңырағына 60-шы жылғы ашаршылықта жүрмеген деген сөз қалған. Ал Шәкең де елмен оңай шүйіркелесіп, танысып, табысып кететін қалжыңбас, үйірсек жан болған. Сыйласқанға сырт жақсы дегендейін, сол арадағы әр ру адамдарының біріне аға, біріне іні, дос-жар өзеңгілес болып, тонның ішкі бауындай тату-татты өтіскен. Шәкеңнің Қарасуда өзімен бірге істейтін әзілдері жарасқан, көңілдері жақын құрдасы болған. Ойға қырға бірге көшіп қонып, өзара қарасып, қайырылысып, қалжыңдасып, күліп ойнап, бір-бірінен екелі айырылмай көшіп қонып, жақын жүретін. Әуелі Шәкең сырттан қымызға қызара бөртіп келгенде де, өзінің әйелін шақыруға тура келсе, сол құрдасының әйелін атын айтып шақырады екен. Бұны алғашында құрдасы елеп ескеріп, көңіліне ала қоймайды. Бара-бара бұл тапқырлық елдің құлағына тиіп, құрдасы сыртқа шығара алмағанмен іштей мазаланып, кей кездерде сәл қызарақтап қалып жүріпті. Себебі Шәкең сырттан айғайлап шақырғанда екі үйден екі апамыз бірдей жүгіріп шыққан кездерде болған көрінеді. Әсілі мұнайтудың қажеті де жоқ еді ау. Алайда кейін осы әзілдің аяғына көңілдері қалып, ойынның арасынан от шықты. Қазақ жүрген жерінде руға жікке бөлінбей жүрушімеді. Өз руынан бірер басшы шыға қалса, соған арқаланып, сіркеміз су көтермей қалатынымыз тағы бар ғой. Қасақана жасықты жақтап, көтермелеп мақтап, өзіне қол бала етіп, қолпаштап, біреуді мүреуге салып, жоғарға жағып, төменді қағып, тағасын ептеп өрге домалатуға ұмтылатын кінәрат ел ішінен қашан арылған.
Жайлау үсті екі үй сәпсін бірге көшіп, бірге қонып, ылғи ергелес отырады. Бір күні әлгі құрдасымен рулас болмыс шенді бір кісі бір топ адаммен бірге үйіне келе қалса керек. Шәкең оны қайдан білсін? Аттың үстінде шіреніп тұрып, құрдасының әйелінің атын айтап, «Әй, үйдегі ноқтан алып шық бері!» деп әуелгіше айғай салады. Құрметті оқырман, біреулердің көңіліне дық салып жүрмесін деген оймен нақтылы адамдардың атын айтуды жөн көрмедік. Дұрыс түсінгейсіздер. Бұдан Шәкеңнің құрдасы қонақтардың алдында сәл ыңғайсызданып қалса керек. Оны байқаған арадағы от құйрық сайтандар өрлі-ғырлы зу-зу ете қалады ғой. Болмаса құрдасы ондайға онша ішіп кетпейтін кең пейіл адам болатын. Алайда отырғандар елдің көзінше «Мұнаның бұл қайбасын ғана» деп өзара күңкілдесіп отқа май құйып өтірік улана қалады. Ал бұдан Шәкең мүлде бейхабар. Ертесі барлығы бірігіп, әуелгіше көрші ауылдардан қыдырып, қымыз ішуге дүрілдеп бірге алқағотан атқа қонады. Құрдасы сол арада өз тобының молдығына масаттанып, әзілге сүйеп, сәл иық көрсетсе керек. Өзгеден ұқпайтын, тай сақтап бұқпайтын Шаяқымет қарсы келіп, қалжыңдарын қайырып, бетің жүзің демей майырып кетсе керек. Үйден шыға сала он шақтысы бірігіп, қымыздың қызуына сүйеніп, сынықтан сылтау іздеп, қарадай соқтығып, қасақана тиседі. Соның ізінше тұс-тұстан қамшыл сілтеп, аттан қағып түсіруге қарай қамданады. Сонда Шәкең: «Мынау қымыздың қызуы ғой, ертең естіген елден ұят болар» дегенді ойлап, қашып құтылып кетпек болып, астында тор бәйгенің тізгінін қоя беріп, тақымдықсады. Көк жайлауда ауыздықпен алысып әрең тұрған жануар жарауат қояндай ытқып, сытылып шыға береді. Соның арасынша тұс-тұстан: «Қашты, жіберме, ұста, ал шаужайдан, сал басқа» деген айғайлар шығады. Әне-міне дегенше есікпен төрде үшқыр көк атқа мініп, әлгі топтың арасына суырыла шығып, қамшы салымға таяған біреуі құйрық түстесе қуып жетіп, «Өзінің жанының тәттісін қарай көр, қашып құтылмақшысың» деп аузын бұза шаужайға шап беріп жабыса кетеді. Енді аянуға орын қалмайды. Сәл іркілсе болғаны, қалың таяқтың астында қалары қақ. Шәкең нар тәуекел қамшын сілтеп қалады. Көк атты «Ойбай!» дегенше болмай аттан домалап түседі. Оның соңынан жеткен тағы біреу аттың жалын құшады. Соңындағылардың жүрегі шайлығып қууға батпай, жығылғандарының атын қуып, басын сүйеп, босқа күпініп, бармақтарын тістеп қала береді. Не керек? Ертесі олар ел ағаларының жөн көрсетумен үйлеріне айтудан да арланып, Шаяқыметтің үйіне жиналып, үн-түнсіз тұнжырай келіп кешірім сұрап, бет тергейіп, жабулы қазан жабулы қалсын десіп, қырынан қыстырылып аттанады. Алайда ел құлағы елу деген бұл іс сан қылып, қилы-қилы сықақ сылтынға айналып, бірден бірге сынаптай сырғып, желдей есіп таралып кетеді. Осыдан кейін әуелгі зілсіз аяулы әзілдің қиюы қашып, араға кірбеңдік түседі. Содан бастап Шәкең де құрдасының әйелін атын атап, айғайлап шақыруды қойған екен. Кезінде көш бастап, ел үшін адал еңбек етіп, бұл күндері ұрпағының қызығын көріп, халықтың құрметіне кенеліп отырған қадірменді қарттарымыздың бірі, Күнес аудандық азық-түлік серіктігінің пенсионері Мүкәліп Көпдоллаұлы сол күндерде есін алып былай дейді: «Мен сол майдан дедім, жанымда Әбухан деген кәдір бар болатын. Тауға арнаулы мал шаруашылық мәжілісін ашқалы барғанбыз. Танымның таяздығы елдің мешеулігі ғой. Сол жақта олар өздерінше руға бөлініп жүреді екен. Біз одан бейхабар едік. Олар қымызға қызған соң тізесін батырып қоюды ойласа керек. Оған олардың жолы болмады. Керісінше қамшы жеп аттан құлап елге күлкі болды. Кейін өзімізде оларда бұлар Шаяқыметтің қамшысын көрсе топырлап аттан құлайды деп талай сілтік еттік. Оның қайсы бірін айтайық. Мен сол күні Шаяқыметтің үйіне келіп қондым. Сонда ол: «Әй Мүкай, амал не? Ана қамшыны үйге тастап кетіппін емес пе? Болмаса бір талайын жамсатқан болар едім» деп, керегенің басында ілулі тұрған қызыл қамшыны нұсқады. Ал ол қызыл қамшыда қандай сиқыр бар екендігін мен де білмедім. Шәкең марқұмның қамшыгер екенін мен сонда өз көзіммен көрдім. Міне, менің жасым 70-тен асты. Сол Шәкеңмен кейін мәдениет зор төңкерісінде бірге күреске алынып, бір үйге қамалдық деп, сөз аяғын тағы бір соныға қарай аудара берді. Әне, содан көп өтпей, аты шулы мәдениет зор төңкерісі келіп қағып кетті де, байтал тұрғой бас қайғы, әркім өз басын сауғалаған күйге түсті. Іштен шыққан жау, елемеген дау жаман, демекші басқа емес, өз арамыздан шыққан әпер бақан, активтер жоқты жонып тауып, халықты қан қақсатты.
Бағанағы топтың тоз-тозуын шығарып, атамандарын алып соғып, күнде күреске алып топша теуіп домалатты. Солардың қатарынан Шайхымет те қалыс қалған жоқ. Ойда жоқ орынсыз жала жабылып, қолға алынып, көп жыл қинау көрді. Аудандық азық-түлік серіктігінен қуылып, өндіріс әтіретіне еңбекке түсіріліп, көп жыл жапа тартып, жәбір көрді. Кезінде ұлан қайыр кең жайлауға сыймаған әуелгі құрбы-құрдас, замандас дәмдестер бірлікте азап тартып, ауыр еңбектерге жегіліп, қолдан жасалған тар қапас түрмелерге қамалып, өткендеріне опық жеп, көздері жылтырап, шетке қағылды. Бір толып, бір солып тұратын дүние ғой тегі. Заман оңалып, барлығы азаттыққа шығып, кешегі әпер баққандарға нәлет айтып, топырақ шашты. Азат болғаннан кейін барлығы шұрқыраса қайта қауышып, жан ұяларына келіп, жадырай көсіліп, өткен кеткендерін көсіле әңгімелеп, бұрынғы салауатты айтты. Баяғы әпер баққан активтер ел көзіне көрін алмай жасқанып жасып, адамдардан бас балай қашып, бір мезет өздерін кінәлаумен өмір кешті. Кейбіреуі ішімдікке салынып, өз қолымен істеген ауыр күнәнің жалын отына қарылып, жалғыз басы әлемге сыймай құсалықпен өмірден ерте аттанды. Қайсын жаңылып жазғандар, сауаты төмен кеудесі мұнар басқан ақ қараны айырмай мәнсап мәртебе көкейін тескен пенделерге несін. Білгені сол ғой, ондай тексіз адамдар одан да зорғы қиянатқа барудан тайына қоймас. Себебі кезінде адам айтқысыз жалаларды жауып, кейін көзді көргенде, түк болмағандай көлкі қағып, күлміңдеп жүрген жандарды көргенде, жағаң ұстайсың, алайда әділеттің отына көмескіде қарылып жататыны хақ. Олай дейтінім, кейінірек сол кездегі әлгі әпер баққандардың біреуі аудан орталығында өз алдына арақ ішіп, мас болып көшедегі ығыстырылған лат суға түсіп кетіпті. Үйіне барғанда Шайхымет астында баяғы тор жорғаты бар, көшеде жолығып қалып аттың бауырынан алып сабап кетті деп, аузы басы қан жоса болып, үйіне өтірікті айтып, жылап еңіреп барып, елге масқара болыпты. Кейін ол да өз тұсынан тамнан ұшып өлді. Міне осының өзінен ақ оларды әділеттің соты көмескіде санына қыл бұрауды қалай салып, қалай сазайын тартқызып жатқандығын аңғаруға болады. Кезінде Талды қалашығындағы мыс қыстағының шужиі болған Шайхымет ақсақалдың қайнағасы Нақысбек. Шайхымет балалы шағалы болса да үстіне шаң жуытпай қағынып сілкіп сергек жүретін мырзадан болған. Жақсатты сүйегінен танитты келіп, сөзін былай сабақтады. Қайсы бір жылы қыс аяғы созылып, малдың азығы таусылып, мал қырыла бастады. Адам малды, әсіресе осы жылқыны өлімге қимайды екен. Сонан бәріміз ақылдаса келіп, әрі басын ғана сақтап, көтеремге айналған жаман жабағыларды жекелерге сатып беруді ұйғардық. Сонда Шайхымет келіп, өңкөй көтерем тайдың ішінен өлгелі тұрған біреуін ұстады. Оны көрген біз, ей шәке, андағың мал болмайды ғой. Өзінің ұсқыны тым жаман екен, сәл көрмелегіне ноқтасылсаңшы десіп күлдік. Алайда ол, әй, нафа, мынаның құлағы бірдемен айтып тұр. Әлақ елдің қолы жетпейтін жақсат болады, деп бой бермей сол көтерем тайды алып кетті. Кейін сол Айса айтқандайық есікпен төрдей әдемі қамыс құлақ торы жорғат болды. Несін айтасың, тай палтып мініп көк барға салып жүрді. Ақыры соның жүйріктігіне қызыққан аудан басшылары қалап сұрап жүріп қоймай алып кетті. Шайхымет өмірінде кісінің ала жібін аттамайтын, досқа адал, сетке берік кісі болған. Аққа өзі жақ дегендейін балалы шағалы өбірелі шөбірелі болды. Қазір өз кіндігінен болған 10 шақты ұл қыздары бар. Ұлдары басына 10 шақты отау көтеріп бір қауым ел болды. Ал ол кісінің өз тірлігінде ат жалын тартып мініп, коллективтен қорын ұлғайтып, мекенін көркейту үшін еткен еңбектері, қоғамға түскен үлестері өз алдына бір төбе. Оны бұл арада сөз еткіміз жоқ. Өйткені бұл тақырыптың көтерер жүгі емес деп білдік. Біздің бұл мақаламыз өз өмірінде адал еңбек етіп, ұстамды ұл, көрегенді қыз өсіріп, ұлын ұяға қондырып, қызын қияға ұшырған белгілі қамшыгер Шайхыметтің ел аузында аңызға айналып кеткен қамшыгерлігін айтып, өзін еске алу болды. Әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.